Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Жансая. Бүгін сіздермен көкөністер мен жемістер жайлы пайдалы ақпаратпен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Жемістер бақшада, яғни ағашта, ал көкөністер бақта өседі. Жемістер мен көкөністерді қарайтын адамды бағбан дейміз. Жемістерге алма, алмұрт, жүзім, шабдалы, өрік жиі жатады. Ал көкөністерге картоп, қызылша, пияз, сәбіз, қияр, қызанақ тағы басқа жатады. Жемістер мен көкөністердің құрамында көптеген дәрумендер бар. Көктем айында көкөністерді тұқым себу арқылы өсіреміз. Күз айында жинап аламыз. Жемістерден тосап және компот қайнатады. Көкөністерді тағам ретінде салаттар жасаймыз. Жемістер бізге мол өнім беру үшін біз олардың топырағын қопсытуымыз керек. Арам шөбін жұлу және суару керек. Жер ана мейірімді, өйткені көкөністерді өсіреді, күнде мейірімді шуағын төгеді. Көкөніс тамаққа қолданылатын бақша жемістері мен көктер. Оларға қияр, сәбіз, қызанақ, қызылша тағы басқалар жатады. Көкөністер бағалы тағам. Олардың тағамдық мәні бойындағы тез сіңгіш заттардың, ішінара көмірсутектердің болуына байланысты. Көкөністерде аз құрытуға пайдалы әсерін тигізетін адам организміне қажетті витаминдер мен минералды тұздар, сондай-ақ ақуыздар, әртүрлі органикалық қышқылдар, эфир майы мол. Мысалы, картоп крахмалға, ал асқаналық қызылша қантқа бай. Қырыққабатта С витамині, ал сәбізде организмде Д витамині құрылатын каротин, А провитамині көп. Сондықтан да тамақ құрамына көкөністерді неғұрлым көп енгізіп, оларды пісірмейде, сондай-ақ әртүрлі тағамдарды дайындаған кезде де пайдалану керек. Еттен, балықтан және басқа азықтардан дайындалған тағамдарға көкөністі қосу тағамды жақсы қорытып, жақсы сіңуіне жәрдемдеседі. Көкөністердің диета тамағын дайындаудағы рөлі де зор. Көкөністерді пайдаланар алдында тазалап жуып пайдаланған дұрыс. Тазартылған көкөністерді су ішінде қалдыруға болмайды, өйткені олардың бойындағы нәрлі заттар жойылып, дәмі бұзылады. Тазартылған көкөністерді 3 сағаттан артық сақтауға болмайды. Жеміс жабық тұқымды өсімдіктер өнімі. Аналықтан дамыған жемісті нағыз жеміс, ал басқа бөліктерінен дамыған жемісті жалған жеміс деп атайды. Ал ендеше жемістер мен көкөністерге жеке-жеке тоқтала кетейік. Қандай пайдалары бар екенін бірге білейік, достар. Алдымен қызанаққа тоқтала кетсек. Қызанақ алқалар тұқымдасына жататын бір және көп жылдық шөптесін өсімдіктер. Оңтүстік Америкадан таралған. Ең алғаш Еуропаға 16 ғасырдың ортасында Испания, Португалия, кейін Италия мен Францияға да жеткен. Басында барлығы қызанақты жеуге жарамсыз және улы деп санап, бақша өсімдігі ретінде ғана өсірген. Осыдан 200 жыл бұрын құмыраға егілген бұл өсімдікті Англияда үйлердің терезесінен бақтан кездестіруге болатын еді. 1811 жылы ботаникалық сөздікте томат улы өсімдік болып есептелсе де, оны Италияда бұрышпен, сарымсақ және маймен қосып жейді. Ал Португалияда одан ерекше қышқыл дәмі бар соус дайындалады деп есептеген. Қызанақ адам организміне пайдалы витаминдерге бай. Құрамында қышқыл каротин бар. Ересек адамдарда жиі кездесетін көк тамыр қуысының тығындалып қабынуы мен тамырдың кеңеюін емдеуде әсері зор. Сонымен қатар, қызанақ пен оның шырынын төменгі қышқылдықты гастритті емдеуге пайдаланады. Қызанақтың құрамында В1, В2, В5, В6 және А, Е, С сияқты дәрумендерге бай. Қызанақты үнемі пайдалана отырып, иммундық жүйені нығайтып, жүрек қызметін жақсартып, ас қорытуды реттеп, холестеринді азайтуға болады. Қызанақ
қандай ауруларды емдеуге қауқарлы? Экзема сияқты түрлі тері аурулары кезінде күніне қызанақтың кем дегенде бір жемісін жеу ұсынылады. Содан кейін теріде оң өзгеріс болады. Айтпақшы, қызанақ түрлі маскалар жасауда да тиімді. Қышқылдылығы төмен гастрит және асқазан жарасы кезінде күнде жаңа піскен қызанақ шырынын тұз қоспай ішуге болады. Оны күніне 3 рет жарты стаканнан тамақтан кейін қолдану қажет. Емдеу курсы 2 аптаға созылады. Жаңа піскен қызанақ рационыңызға енгізілген болса, депрессия және нашар көңіл-күйді оңай еңсеруге болады. Қызанақтың құрамында бақыт гормоны бар. Осы гормон жеткілікті мөлшерде бөлінбеген жағдайда адам депрессиялық жағдайға тез түседі. Сондықтан қызанақ жүкті әйелдер үшін өте пайдалы. Томат өзінің дәмі, құрылымы және қаншалық дәмді екеніне байланысты ас үйдегі ең жан-жақты тағамдардың бірі шығар. Қызанақты жылдың барлық уақытында кездестіруге болады. Қызанақ шырынының пайдасы мол екені бұрыннан белгілі. Ертеде қызанақ шырынын хан сарайларда халық көсемдері мен қадірлі қонақтарға берілген екен. Ал оның қаншалықты пайдалы болса, соншалықты зиянды екенін көпшілік біле бермейді. Қызанақ шырыны құрамында крахмал мен концентрантты қант болмаса, ең пайдалы әрі құнарлы. Жазда қызанақ шырыны шөл қандырса, қыс мезгілінде бойдағы температураны бір қалыпта ұстауға ықпал етеді. Шырын жүрек қан тамырлары мен бойдағы қан айналым жұмысын жақсартады. Ағзадағы зиянды қалдықтарды сыртқа шығарады. Тері қабатын жұмсартып, шаш, тырнақ өсіміне тікелей ықпал етеді. Шырын жүрек қан тамырлары мен бойдағы қан айналым жұмысын жақсартады. Ағзадағы зиянды қалдықтарды сыртқа шығарады. Тері қабатын жұмсартып, шаш, тырнақ өсіміне тікелей ықпал етеді. Қызанақ шырынының құрамында ликопин бар. Ол ағзаны зиянды ісік ауруларының талшықтарынан қорғайды. Сондай-ақ қызанақ шырыны семіздікке жол бермейді. Қызанақ шырыны анемия, көз аурулары, жүйке ауруларының алдын алады. Алайда қайнатылған немесе консервантты қызанақ шырынының пайдасына қарағанда зияны көбірек. Оны көп мөлшерде пайдалану өт және бауыр жолдарында тастардың жиналуына жол береді. Сондықтан да жарамдылық мерзімі 3 айдан асатын шыны ыдыстағы қызанақ шырынына көп әуестене бермеңіз. Асқазан ауруларына шалдыққан жандарға қызанақ шырынын көп мөлшерде қолдануға болмайды. Әсіресе асқазан жарасы, гастрит ауруларымен ауыратын жандар үшін қызанақ шырыны қауіпті болуы мүмкін. Қызанақ шырынын үйде жасауға болады. Ол үшін қып-қызыл болып піскен қатты қызанақтарды жуып, оны сыртқы қабатынан ажыратып алыңыз. 2-ге бөліп, шырын сыққыштан өткізіңіз. Дайын шырынға 1 шай қасық тұз қосып, оны 10-15 минуттан кейін пайдалануға болады. Сондай-ақ қызанақпен бірге шырын сыққышқа алма, лимон, асқабақ, сәбіз қосуға да болады. Араласқан шырын да пайдалы келеді. Күнделікті таңертең және ұйықтар алдында 1 стакан қызанақ шырынын ішкен абзал. Таңертең шырын адам бойына сергектік бітірсе, кешкілік жанға тыныштық сыйлайды. Қызанақ шырынын ас алдында да ішуге болады. Алайда оны құрамында көп мөлшерде ақуыз кездесетін тағамдармен араластырмаған жөн. Қызанақтың құрамында терінің сау болуына қажетті дәрумендер тобы бар. Олардың ішіндегі ең маңыздысы С дәрумені. Қызанақтың бетке пайдасын тигізудің бір жолы оны қызанақ маскасы ету. Қызанақтың құрамындағы қышқыл терінің артық майды сіңіріп, бетіндегі тері тесігін жасыра алады. Бұл ғана емес, қызанақ маскасының басқа артықшылықтары безеулердің алдын алу, терінің қартаюын баяулату және теріңізді жұмсақ әрі жарқын ету. Қызанақтың бетке пайдасын қызанақ маскасын тікелей тұтыну немесе қолдану арқылы алуға болады.
Осымен қызанақ жайлы ақпарат тәмам. Ары қарай қиярға тоқтала кетсек. Қияр асқабақ тұқымдасына жататын бір жылдық көкөніс дақылы. Жарық, ылғалды және жылы жерлерде жақсы өседі. Суыққа төзімсіз. Қияр ағзадан зиянды заттарды шығарады. Қиярдың 95% судан тұрады. Ал су ағзадағы зиянды заттарды шығаратынын білесіздер. Сонымен қатар, бұл көкөністің құрамында дәрумендер көптеп кездеседі. Диета ұстаған кезде жеуге болады. Артық салмақтан арылғысы келетін жандарға жеуге болады. В дәруменінің қайнар көзі. Қияр В тобындағы дәрумендердің қайнар көзі. В1, В2, В3, В6, В9. Сол себепті оны күн сайын тұтынуға болады. Ауыздағы жағымсыз иісті кетіреді. Егер ауызыңыздың жағымсыз иіс шығатын болса, онда онымен күресуге сізге қияр көмектеседі. Бұл көкөністің кішкентай бөлігін ауызыңызда 30 секунд ұстасаңыз, жағымсыз иіс шығаратын бактерияларды жояды. Қатерлі ісіктің алдын алады. Қияр қатерлі ісік ауруының да алдын алады. Сонымен бірге, қандағы холестерин мөлшерін азайтып, қысымды қалыпқа келтіреді. Оны көбіне сусамырлар тұтынады. Тері мен шашыңызға да пайдалы. Теріңіз күнге күйіп кеткен жағдайда қиярды қолданыңыз. Көкөністі тазалап, теріңіздің күйген жеріне қойыңыз. Осындай жолмен сіз қабынудың алдын аласыз. Егер теріңізді ағартқыңыз келсе, онда қиярдан маска жасаңыз. Қиярдың құрамындағы кремний мен күкірт шашыңыздың өсуіне де көмектеседі. Қиярды өзіңіздің ас мәзіріңізге де қосуды ұмытпаңыздар. Көптеген адамдар тоңазытқышта қияр сақтағанымен, көптеген аспазшылар мұны тоңазытқыштан тыс сақтауды ұсынады. Себебі суық температурада ыдырауды жылдамдатуға және судың немесе суланған жерлердің пайда болуына себеп болуы мүмкін. Тұздалған және маринатталған қияр пайдалы ма? Егер тұздалған және маринатталған қиярды мөлшермен жесе, оның зияны жоқ. Алайда, мұндай өнімде тұз, дәмдеуіш және қышқыл өте көп болғандықтан, ішектер ауруы бар адамдарға жеу ұсынылмайды. Дүкеннің маринатталған қиярының құрамын сыртына қарап нақты білу мүмкін емес. Сондықтан, оны өзіңіз үйден дайындаған жөн. Қарапайым қиярды барлық адамға жеуге бола ма? Кейбір адамдарда қиярға аллергия болады. Егер қияр жеген соң жөтелу, түшкіру, теріге бөртпе шығу секілді белгілерді байқасаңыз, ол аллергия болуы әбден мүмкін. Қиярдың емдік шипалық қасиеттерін антик дәуірінде ақ білген. Гиппократ жас қиярдың жемісін өкпе ауруын емдеу үшін тағамға көбірек пайдалану пайдалы деп есептеген. Шаршағаныңызды тез арада басу үшін бір қияр кофеден, шайдан немесе сусыннан жақсырақ. Қияр диетасы суды және өсімдік негізіндегі тағамдарды көп мөлшерде қолдануға негізделген. Қияр 95% судан тұрады. Аптасына бір немесе 2 күн қиярға негізделген жеңіл тамақ берілетін күн немесе 7-14 күн қияр диетасын ұстауға болады. Кез келген диетаның немесе жеңіл тамақ берілетін күндердің басты ережесі тұз және тұзды азық-түліктерді қолданбау. Күніне тағамды 5-6 рет жеу керек. Олай болса, келесі кезекте брокколи туралы шағын ғана ақпаратыңызбен бөлісе отырайық. Брокколи қырыққабатты тұқымдастардың бір жылдық өсімдігі. Қою жасыл түсті гүл шоғыры болып табылады. Бұл көкөністің атауы брокко деген итальян сөзінен шыққан. Бұта деген мағынаны білдіреді. Брокколидің құрамында калий, фосфор, кальций, магний, темір, мырыш, марганец, күкірт, С, В1, В2, В5, В6,
Е, К витаминдері, А дәрумендері бар. Брокколидің құрамындағы С дәруменінің мөлшері лимон құрамындағы мөлшермен бірдей. Бұл көкөністен әр түрлі тамақтар әзірленеді. Оны қуыруға, суға қайнатуға немесе шикілей түрде жеуге болады. Шикілей түрде көбінесе салаттарға қосылады. Брокколидің пайдалары. Асқа тұрақты қолдану күйзелістен ең жақсы қорғаныс. Брокколидің калориясы өте аз болғандықтан, диета ұстап жүрген, денсаулығына аса мән беретін адамдар үшін өте қажетті көкөніс. Ол тәбет пен ас қорытуды жақсартады. Асқазанда ойық жарасы бар адамдарға пайдалы. Қан аздықтың, індеттердің, бауыр ауруларының алдын алады. Ол теріге оң әсер беріп, қартаю процесін тежейді. Брокколидің құрамында шамамен 4 грамм талшық бар. Ол күнделікті тұтынылатын талшықтың шамамен 15%-ын құрайды. Талшық біздің ең маңызды қоректік заттардың бірі. Бұл бізге ішектің жұмысын қалыпқа келтіруге, холестерин деңгейін төмендетуге, қандағы қант деңгейін бақылауға және де денсаулықты жақсартуға көмектеседі. Брокколи С дәруменінің керемет көзі болып табылады. Терінің және көздің сау жұмысына қажет. Дәл сол дәруменнің сіздің қан тамырларыңызға тікелей әсер етуі мүмкін екенін білетіндер аз. Сондықтан жүрек қан тамырлары ауруларын алдын алуда маңызды тірек болып табылады. Ал енді алмаға келетін болсақ, алма, табиғи алманың жер шарында бізге 36 түрі белгілі. Олардың 10-12-сінің шаруашылықтық маңызы бар. Қазақстанда негізінен сиверс алмасы, недзвецкий, қырғыз алмасы өседі. Алманың жаздық, күздік, қыстық сұрыптары бар. Алма ағашының өмір сүру ұзақтығы 20 мен 100 жыл, биіктігі 4-10 метр болады. 3-12 жылда жеміс береді. Алма раушангүл тұқымдасына жататын өте кең тараған ағаштарының жемісі. Қазақстанда алманың 40-тан астам сұрыптары аудандастырылған. Алма жемісі тасымалдауға, сақтауға жарамды, тағамдық заттарға бай, дәмді келеді, әрі жақсы өңделеді. Алманың құрамындағы дәрумендер. А дәрумені ағзаның өсуіне, дамуына әсер етіп, түрлі ауруларға қарсы тұруға көмектеседі. Қараңғыда көруді жақсартады. А дәрумені шаштың, тырнақтың өсуіне әсер етеді. Ол жетіспегенде тері құрғап, жарылып, түсі күңгірттенеді. В2 дәрумені. Басқа да дәрумендер сияқты организмнің бір қалыпты өсуіне қажет. Жарақаттардың тез жазылуына мүмкіндік береді. Көздің жақсы көру қабілетін арттырады. Бұл дәрумен жетіспеген жағдайда ерін құрғап, ұшық шығады. Денеге түскен жарақат баяу жазылады. С дәрумені. Ағзаның жұқпалы ауруларға қарсы тұра алу әрекетін арттырады. Сүйекке және тіске беріктік қасиет береді. С дәрумені ағзаға қыс пен көктем айларында көбірек қажет. Е дәрумені бұлшық еттердің қызметін жақсартады. Сондай-ақ алмада марганец, калий, кальций, фосфор, натрий, мырыш бар. Бұлар ағзаға жеткілікті мөлшерде болса, ауырмайтын боласыңдар. Ойлау қабілеттерін де жақсы дамиды. Ең бастысы алма темірге бай. Алманың адам ағзасына пайдасы. Алманы күнделікті тағамға, салаттарға қосып пайдаланады. Оны ежелден ем, дәмдік, тағам ретінде және ас қорытуы бұзылуын реттейтін амал ретінде қолданған. Дәрумен жетіспегенде безгекке қарсы да жеген. Алманың құрамындағы темір қан айналымы жүйесіне өте қажет. Ол жүрек, бауыр, бүйрек, асқазан, ішек жолдарының жұмыстарын жақсартады. Бактерия мен әр түрлі вирустардан сақтану үшін күніне бір алма жеу қажет. Алма
тәнге күш беріп, ағзаның әр түрлі аурулармен күресуіне көмектеседі. Сырқатқа шалдыққандарға, сау адамдарға да алманы жеу пайдалы. Алма басқа да жемістер сияқты құрамында майлылығы мүлдем жоқ деуге болатын жеміс. Алма, банан және мангодан кейінгі әлемдегі ең танымал жеміс түрі. Әлемде алманың 7500 түрі өсіріледі. Ең басты өндірушілер ақш және Қытай. Тарихшылардың айтуы бойынша алманың пайда болған жері қазіргі Алматы қаласының аумағы. Алманы қабығымен қоса жеген дұрыс. Қабықтың құрамында ас қорытуды жақсартатын пайдалы элементтер бар. Ең ұзақ өмір сүріп жатқан алма ағашы Америкада. Ол ағаш 1647 жылы отырғызылған. Алманың дәндерінде цианид деп аталатын адам өлтіретін у бар, сондықтан оны шамадан тыс жемеу керек. Ол суда батпайды, өйткені ол 20%-ға судан тұрады. Жеміс беретін ағаштардың әрбір екіншісі алма ағаштары. Бір алмада 70-100 калорий болады. Дәстүрлі медицинаға сәйкес қызыл алмалар жүрек және қан тамырларын, жасыл тіс және оның еттерін, ал сары иммунитетті көтереді. Алманың кесілген жері тез қарайып кетсе, демек бұл жақсы жеміс. Зерттеулерге сәйкес, алмалар онкологиялық аурудың алдын алуға көмектесетін жемістер. Алманың құрамында А, В1, В6, Е, С, Р витаминдер бар. Жер бетінде алманы өсіретін бақтардың жалпы аумағы 5 миллион гектар. Гастрит және асқазанның ойық жарасы ауруларымен ауыратын адамдарға бұл жемісті жеуден бас тарту керек. Ол қандағы холестериннің мөлшерін азайтады. Адам бір жылдың ішінде шамамен 60 алма жеп қояды. Ұлыбритания елінде күніне бір алмадан жеп отырсан, дәрігерге барудан аулақ боласың деген мақал бар. Орта ғасырда шыршаларды алмалармен безендірген. Әлемдегі ең ірі компаниялардың бірі Apple деп аталады. Алманың зиянды жағын білдіңіздер ме? Тым қарапайым сұрақ. Сіздердің бір ауыздан алманың пайдалы екендігін айтатындықтарыңызға сенімдіміз. Алайда, диетолог мамандар алманың зиянды тұстарының бар екенін естен шығармауға кеңес береді. Алманың қышқылы тістің эмаліне қатты әсер етеді, яғни оны жұқартып, тісті сезімтал етіп шығарады. Алма жапырағынан демделген шайды көп ішпегеніңіз абзал. Мұның қант диабеті ауруына шалдықтыратындығы дәлелденген. Апорттың жемісі ірі келеді. Бір алманың салмағы шамамен 500-600 граммға дейін жетеді. Түсі алқызыл болып келеді. Бұл сорттың жемісі қыркүйек айында піседі. Қаңтар-ақпан айларына дейін еркі сақтауға болады. Алма ағашы ерекше күтіп баптауды қажет етеді. Бала күткеннен ауыр. Минералды тыңайтқышпен, дәрі-дәрмекті талаппен бермесеңіз, өлтіріп алуыңыз әбден мүмкін. Бүгінде алма шырыны ең танымал жемісті шырын екені рас. Бұл дәмді және пайдалы шырынды қол жетімді бағамен еліміздің кез келген жерінен сатып алуға болады. Қант диабетіне шалдыққан адамдарға тек жасыл алма шырынын ішуге рұқсат етіледі. Ал сау адамдарға бір күнде 1 литр алма шырынын ішуге болады. Бұл шырын несеп айдайтын және өт айдайтын құрал ретінде де пайдалы. Бұл ағзаның жалпы тонусын көтеріп, шөлді керемет басады. Алма шырыны қан құрамындағы холестеринді және жүрек тамыр жүйесінің жұмысын қалыпқа келтіруге ықпал етеді. Жаңа сығылған алма шырыны арықтау үшін тамаша құрал. Бұл сусынның 100 граммында шамамен 50 килокалория болады. Аптаның бір күнін жеңіл тамақтарға арнап, рационыңызға алма шырынын қоссаңыз, артық салмақтан құтылып қана қоймай, ағзаңыздың жалпы саулығын жақсарта аласыз.
ешқандай жағдайда алма шырынын ішуге болмайды. Ішек-қарын жолы ауыратын, әсіресе ауруы асқынған адамдарға алма шырынын ішуге тыйым салынады. Сонымен қатар, бұл сусын қатты аллергиялық әсер беруі мүмкін. Ал енді алмұртқа келетін болсақ, алмұрт алмалар тұқымдасына жататын жемісті өсімдіктердің бір туысы. Мұның 18 түрі бар. Алмұрт көбінесе үлкен ағаш, кейде ұзын бұта болып өседі. Раушан гүлділер тұқымдасының бір туысы. Жеміс ағашы. Дүние жүзінде 60-қа жуық түрі белгілі. Олар ауа райы қоңыржай және субтропикалық аймақтарда өседі. Алмұрт иісі жұпар, тәтті дәмі бар, пайдасы мол жеміс. Бұл жемістің пайдалылығы ертеден ақ белгілі болған. Алмұрт ағашы әуелі ежелгі Қытай жеріндегі Кунлун тауында пайда болған. Қытай халқы алмұрт ұзақ ғұмыр мен үлкен махаббаттың нышаны деп есептеген. Алмұрт ағашының діңгегі қатты, тамырлары терең және ол 100 жыл жасайды. Мереке күндері олар бір-біріне піскен жеміс немесе алмұрт ағашының бұтақтарын сыйға тартқан. Сондай-ақ ертеде алмұрт нәзік жеміс деп атаған. Себебі ол пішіні жағынан әйел затының сыртқы келбетіне ұқсас келеді. Алмұрт тек махаббат, нәзіктік, сыйластық белгісі ғана емес, денсаулық нышаны да болған. Ертеде алмұрт ағашының жапырақтары мен дене жарақаттарын таңған. Ал жаңа жемістен жас босанған келіншектерге күш жинасын деп дәм таттырған. Алмұрт тәтті болғанымен, оның құрамындағы қант мөлшері алма, өрік сияқты жемістерге қарағанда аз. Оның құрамында А, В, С дәрумендері, органикалық қышқылдар кездеседі. В9 дәрумені. Ағзадағы қан айналымды жақсартып, иммунитетті күшейтеді. Ал А дәрумені аскорбин қышқылы және кальций жүрек ауруларының алдын алып, сүйектердің қатаюына жол ашады. Алмұрт суық тию, өкпе және қан тамыр аурулары кезінде таптырмайтын ем. Жүйке жүйесі және ас қорыту жұмысын жақсартады. Алмұрттың бір қатар соттары йодқа бай. Сондықтан алмұртты йод тапшылығына душар болған жандар күнделікті пайдаланғаны жөн. Бүгінде емдік қасиетке бай алмұрт ағашының жапырақтары мен дәнін кейбір дәрілерге қосады. Кепкен алмұрт жемісімен қант диабеті, бауыр бүйрек, өт жүрек және инфекциялық ауруларын емдейді. Алмұрт шырыны аптап ыстықта шөліңізді қандырады және дене температурасын тұрақты ұстайды. Бұл жеміс күйзелісті жеңіп, көңіл күйіңізді көтереді және жүрек қағысын жақсартып, ас қорыту жолдарын тазалайды. Кептірілген алмұрттар семіруден сақтап, қант диабеті, цистит, бүйрек ауруларын алдын алады. Ол үшін күніне жарты стаканнан 4 рет ішіп тұруыңыз керек. Іш өтіп ауырған кезде алмұрт шырыны өте пайдалы. Оны әуелі жинап, кептіріп, қағазға сақтап, салқын жерге ұстаған дұрыс. Алмұрт қайнатпасы және шырыны бүйректегі тастан құтылуға көмектеседі. Оны күнделікті уақытымен пайдаланып, тастан біржола құтылуға болады. Алмұрт мыңдаған жылдар бойы халықтық медицинада простатитке қарсы қолданды. Алмұрт Ресейде алмадан кейінгі екінші орында. Алайда, оның нақты шығу тегі әлі белгісіз. Алмұрттың құрамында Е, В1, В2, А, С сияқты дәрумендер, сонымен қатар келесі пайдалы заттар мен микроэлементтер бар. Фолий қышқылы, күкірт, калий, темір, мыс, мырыш, фосфор, марганец, йод және тағы басқа. Алмұртты құрайтын эфир майлары иммундық жүйені нығайтып, инфекциялармен және қабынулармен күресу, тіпті депрессияны жеңуге көмектеседі. Органикалық заттар ас қорыту және метаболизмді жақсартады, ал талшық холестеринді төмендетіп, сізді қанықтырады. Құрамында танин мөлшері көп болғандықтан, алмұрт диареяға қарсы жақсы құрал болып саналады. Алмұрттың әйелдер үшін пайдалы бірнеше қасиеттері бар. Бұл жемістердегі фолий қышқылы жүкті әйелдерге пайдалы.
Бұл ағзадағы жасушалардың қалыпты бөлінуіне және жаңаруына көмектеседі. Бұл сонымен қатар жаңа туған нәрестелердегі жүйке жүйесінің ақауларын болдырмайды. Алмұрттың құрамына кіретін Е дәрумені әйелдер дәрумені немесе сұлулық витамині деп аталады. Ол тері жасушаларының қартаюына жол бермейді, шаш пен тырнақтың өсуіне жақсы әсер етеді. Сондай-ақ, бұл дәрумен әйелдердің гормоналды деңгейлерін құруға қатысады. Арықтау үшін өте пайдалы. Көптеген косметикада кездесетін алмұрт сығындысы терінің қаттылығы мен сау түсін қалпына келтіреді. Алмұрт косметикалық маскаларын үйде де жасауға болады. Витаминге толы алмұртты жеп жүріңіздер. Ал енді бананға келетін болсақ, банан латын тілінен аударғанда ақылды адамның жемісі деген мағынаны білдіреді. Көпшілік бананды жемістер қатарына жатқызады, алайда ол жидек. Ең үлкен банан ағашының биіктігі орташа есеппен 10 метр, ал диаметрі 50 сантиметрге жетеді. Оның бір сабағында 300 бананға дейін болады. Бұл шамамен 500 келіге дейін тартады. Сары бананмен қатар қызыл түстісі де кең тараған. Алайда мұндай түрі жұмсақ болғандықтан тасымалдауға жарамайды. Көңіл күйді реттейтін В6 дәрумені басқа жемістерге қарағанда бананда көп болады. Қызығы, банан диетасы да бар, алайда оның нәрлілігі картопқа қарағанда 1,5 есеге көп. Егер бананды кептірсе, калориясы 5 есеге дейін өседі. Сондай-ақ, оның құрамында калий болады. Ол адамның қалыпты қысымда жүруі үшін өте қажет. Сонымен қатар, калий жүрек бұлшық етін нығайтады. Банан құрамындағы сахароза, фруктоза және глюкоза арқасында ол асқазанда тез әрі жеңіл қорытылып, бойға күш-қуат сыйлайды. Банан Үндістан, Эквадор және тағы басқа әлемнің бір қатар оңтүстік елдерінде өседі. Бұл жемістің бірнеше сорттары бар. Бұл сорттар ағаштан піспеген жасыл күйінде теріліп, бірден қораптарға жиырылыстырылады. Жеміс ұзақ жол барысында өзі пісіп жетіледі. Табиғи үш қанттан бөлек банан құрамында алма қышқылы, ферменттер, минералды заттар, фосфор, магний, калий, кальций, натрий, А, В, С, Е дәрумендер бар. Банан диеталық тағам болып есептеледі. Жүйке жүйесі, анемия, жүрек қан тамырлары, бауыр, бүйрек, өт ауруларын алдын алып, артық салмақтан арылуға жол береді. Банан ағзадағы қан мөлшерінің бір қалыпты болуы мен қан қысымының өзгермеуіне ықпал етеді. Сүйек, тырнақ, шаш өсіміне оң әсерін тигізеді. Аяқ-қолдың мезгілсіз тартылуын, шаш түсімін, теріге ерте әжім түспеуін қадағалайды. Ағзадағы зиянды қалдықтарды сыртқа шығарады. Өт, бауыр, асқазан жолдарын тазартады. Күйзеліс, көңілсіздік, стресс кезінде көмекке келеді. Көңіл-күй гормонының пайда болуына септігін тигізеді. Бананды көп мөлшерде аяғы ауыр және жас сәбиі бар келіншектер, қарт кісілер, кішкентай бөбектер пайдаланған жөн. Сондай-ақ, кез келген жанның күнделікті ас мәзірінде 1-2 тал банан болған абзал. Банан операциядан кейін, ауыр физикалық жаттығулардан кейін өте пайдалы. Ол ағзаны қалыпқа келтіруге мол үлесін қосады. Сонымен қатар, бананды шаршаған, ашуланған кезде, емтихан сынақ алдында пайдаланған дұрыс. Күмісті тазалайды. Бананның қабығы өңі кетіп қалған күміс заттарды қалпына келтіреді. Ол үшін қабықты блендерде тіс пастасына ұсағанға дейін су қосып еземіз. Артынан жұмсақ матамен күмісті тазаласақ, біртіндеп қара дақтардың кетіп жатқандығын көресіз. Тісті ағартады, тікенді шығарады, жараны жазады, сүйелді кетіреді. Теріге пайдалы. Банан қабығы минералдар мен антиоксиданттарға бай. Егер күнделікті онымен бетіңізді
Мойныңызды сүртіп тұрсаңыз, теріңіз ылғалданып, әжімнің түсуі азаяды. Ендігі кезек апельсинде. Апельсин руталар тұқымдасының цитрус туысына жататын жеміс ағашы. Шыққан жері оңтүстік Қытай мен Үндістан. Апельсиннің тәтті және ащы түрі бар. Тәтті апельсин жабайы түрінде кездеспейді. Биіктігі 10-12 метр. Жапырағы қалың, сопақша, жоғарғы жағы сүйірлеу болып келеді. Гүлдері қос жынысты, ақ жұпар иісті, гүл шоғырына бірден, кейде бірнешеуден орналасады. Ащы апельсиннің биіктігі аласа 6-8 метр болып келеді. Тікенекті, бұтақтарының ұзындығы 6-8 сантиметр. Жемісінің сыртқы қабығы жылтыр, қызғылтым, сары, бедерлі, шырыны өте ащы болады. Жемісі көбінесе эфир майын алу үшін пайдаланылады. Сондай-ақ тағам, кондитер және иіссу өнеркәсібінде қолданылады. Апельсин аудармасында Қытай алмасы дегенді білдіреді. Ол Қытайдан шыққан. Көптеген адамдар таңертең апельсин шырынынан бастайды. Бұл дәмді болғандықтан ғана емес, сонымен қатар біздің денеге өте пайдалы. Апельсиннің артықшылығы дәрумендердің, әсіресе С витаминінің көптігінде. Бұл апельсин аскорбин қышқылына өте бай. Апельсин бұл ең көп тұтынылатын жемістердің бірі. Ол цитрус тұқымдасына жатады. Апельсин витаминдер мен минералдарға, калий, магний және талшыққа толы. Апельсин денсаулыққа бірнеше жолмен пайдалы. Бұл салмақ жоғалтуға көмектеседі, сонымен қатар иммунитетті нығайтады. Оның қабынуға қарсы, вирусқа қарсы және микробқа қарсы қасиеттері адамдарға бірнеше жолмен пайдалы. Апельсин шырыны қабынуға қарсы қасиеттерге ие, және зерттеулер оның созылмалы ауруларды емдеуге көмектесетінін көрсетеді. Апельсиндегі витаминдер С дәрумені және В1 дәрумені, фолий қышқылы және калий сияқты минералдар. Бұл С витаминінің тамаша көзі. Бір үлкен апельсин С витаминінің құндылығы күнделікті қажеттіліктің 100%-дан астамын қамтамасыз етеді. Апельсин әлемдегі ең танымал жемістердің бірі. Өйткені ол дәмді және қоректік. Бұл С витаминінің сондай-ақ көптеген басқа дәрумендер, минералдар мен антиоксиданттардың жақсы көзі. Сондықтан жүрек ауруы және бүйрек тасы пайда болу қаупін азайтады. Денсаулықтарыңызды күтіп, апельсин жеуді ұмытпаңыздар, достар. Ал енді лимонға келетін болсақ, лимон руталар тұқымдасына жататын мәңгі жасыл ағаш. Шыққан жері Үндістан. Оңтүстік және Үнді Қытай аралдары. Біртіндеп жерорта теңіз аймақтарына және батыс Еуропа өңірлеріне жерсіндірілген. Лимон және оның пайдасы. Тағамдардың, салаттардың дәмін келтіру, ас қорытылуын жеңілдету, иммунитетті күшейту тұрғысынан маңызды С дәруменінің қоры саналатын лимон тарихта дәрі ретінде де, оларға қарсы у қайтарғыш және құрт құмырсқаларға қарсы у ретінде де қолданылған. Лимон дәрі іспеттес жеміс және пайдасы санап бітіре алмайтындай дәрежеде. Ауыздағы жағымсыз иістерді кетіреді, өт айдайды, тәбетті арттырады, жүрек айнуының алдын алады, құсуды тоқтатады, ас қорытуды жеңілдетеді, ісікті кетіреді, асқазанды қуаттандырады, шөлді басады. Іш өткенге қарсы пайдасы бар. Жүректің қатты соғуын басады, бауырдың жұмысын жақсартады, геморрой ауруына жақсы әсер етеді, сыздап ауырған жерлерді кетіреді, теріге жағылса құлпыратады. Беттегі сетпілдерге қарсы пайдалы, жылтыратушы, тазалаушы. Лимон денсаулық үшін бағалы. Құрамында көптеген пайдалы зат бар жеміс. Лимон дәруменге өте бай. В дәрумені, С дәрумені, Е дәрумені, калий, кальций, фосфор, натрий, магний, цинк, темір, марганец, фтор, бор, хлор, осының бәрін лимоннан табуға болады. Лимонның дәмі ащы болғандықтан, оның шырынын сығып алып суға араластырып ішкен жөн. Лимон шырыны адамның жұмыс істеу қабілетін арттырып,
жүйке жүйесін бір қалыпты ұстайды. Тұмау тию мен ағзаға инфекция түсуден сақтайды. Күн сайын таңертең лимонның бір тілігін қайнаған суға салып ішсе, адамның ажары ашылады. Оның үстіне бұл қоспа ағзадағы артық заттарды шығаруға көмектеседі. Лимон шырынымен жөтелді де емдеуге болады. 10 минут лимонды жай отта қайнатып шырынын сығып алып ішу керек. Күн сайын бір стакан лимон шырынын ішіп тұрсаңыз, көктемгі әлсіздік сізден айналып өтеді. Лимонның пайдасы мұнымен біткен жоқ. Оны шаш күтіміне пайдалануға болады. Ол үшін суға лимон қосып, сол қоспамен шашты шаю керек. Лимон қышқыл шипа. Лимон қабығын тастамаңыз. Лимонның құрамында аскорбин қышқылы көп мөлшерде болғандықтан, ол қартаюды баяулатады. Онкологиялық аурулардың дамуына кедергі жасайды. Холестеринді ағзадан шығарады және денеге қуат береді. Лимон шырыны стресске қарсы тұра алатын құрал. Лимон асқазанға пайдалы. Ол ішекті тазартады, токсиндерді шығарады және зиянды бактерияларды жояды. Лимонның зияны бар ма? Бұл цитрус жемісін аллергияға бейім адамдарға, жүкті және емізетін әйелдерге, кішкентай балаларға және бүйрек ауруынан зардап шегетіндерге жеуге болмайды. Өте қышқыл болғандықтан асқазанды тітіркендіреді. Лимон көптеген емдік қасиеттері бар пайдалы жеміс. Оны тек дұрыс пайдалана білу керек. Ал енді ананасқа келетін болсақ, ананас көп жылдық шөп тектес өсімдік. Ананастың отаны Оңтүстік Америка құрлығы. Қазіргі кезде тропиктік аймақтарда өсіріледі. Бір қызығы, тропиктен шалғай жатқан Голландияда Нидерланды ананас өсімдігі жылыжайда, теплицада өсіріледі. Ананас жылу сүйгіш, жарық сүйгіш және құрғақшылыққа төзімді өсімдік. Ананастың жемісі өте дәмді әрі пайдалы. Ананас шырынындағы ферменттер ас қорыту барысында пайдасын тигізеді. Құрамындағы ферменттердің атқаратын қызметі трипсин ферментіне өте ұқсас келеді. Диеталық қасиеттері де бар. Ананас жемісін жеген кезде ол піскен болуы керек. Піспеген жеміс ері мен ауыз қуысын зақымдайды. Ананастың құрамында барлық дәрумендер мен көптеген минералды заттар бар. Ананастың құрамындағы минералды заттар калий, темір, мырыш, мыс, марганец, магний, кальций және йод. Ананас қан қысымын төмендетуге және қан тамырларының қызметін жақсартуға қызмет етеді. Ағзадағы ас қорыту жүйесінде ақаулар пайда болса, бір стакан ананас шырынын ішіп, аздаған мөлшерде жемістен жеген абзал. Ананас шырыны асқазан сөлінің белсенділігін арттырады. Егер етті тағам жеген болсаңыз, онда ананас шырынын ішіп, жемісін жеуді ұмытпаңыз. Ендігі кезек тәтті құлпынайымызда. Құлпынай раушан гүлділер тұқымдасына жататын көп жылдық шөптесін өсімдіктер. Кейбір мәліметтер бойынша құлпынай бүлдіргеннің 2 түрінің буданы болып саналады. Құлпынай жарық сүйгіш өсімдік. Жидегі қызыл түсті, хош иісті болып келеді. Сұрпына қарай ерте көктемде, жазда, күзде жеміс береді. Құлпынай дәрумендерге өте бай. Құрамында ағзаға пайдалы С дәрумені көп. Оның құрамында темір, магний, калий, кальций, цинк, марганец, фосфор, кремний, мыс пен йод та бар. Қыс бойы дәрумен жетіспей әлсіреп шығатын ағзаға аса пайдалы. Құлпынайдың пайдалары: дәрумен жетіспеушілікке өте пайдалы. Тамырдың бітелуін алдын алады және холестеринді түсіреді. Ағзаны тазартып, зәрді және терді айдайды. Иммунитетті күшейтіп, қан аздыққа көмектеседі. Микробқа қарсы қасиеті жоғары болғандықтан, асқазан ауруы бар адамдарға аса пайдалы. Жүрек қан тамырлар жүйесін қорғайды. Ішек құрттарын кетіреді. Қанды тазартады, денеден улы заттарды шығарады. Тіс еттерін қуаттандырады, ауыз иісін кетіреді. Тынышталдырады, күйзелісті азайтады.
қан қысымын түсіреді, дене қызуын басады. Ғалымдардың айтуынша, құлпынайды жеу нормасы күніне 500 граммнан аспау керек. Ағзаны қоректендіру үшін осы қалып жеткілікті. Құлпынайды десерт ретінде жейді. Құлпынайдың пайдасын арттыру және организмге сіңімдірек болу үшін қаймақпен немесе кілегеймен жеу керек. Құлпынайдан шырын, тосап, джем жасайды. Хош иіс үшін парфюмерияда қолданады. Сатылғанда құлпынайдың гүлсабағы да міндетті түрде сақталуы керек. Себебі гүлсабағының сақталуы құрамында С дәруменінің қажетті мөлшері болуына кепіл болады. Өте үлкен құлпынай жидектеріне қарағанда, орташа және ұсақ жидектерінде дәрумендер көбірек болады. Құлпынайдың ашық қызыл немесе қанық қызыл түрлерін кездестіруге болады. Бұл құлпынайдың өскен жеріне, түріне байланысты болып, әр қайсысының өзіндік дәмі мен ерекшеліктері болады. Құлпынайдың пайдалы қасиеттері өте бай. Құлпынай құрамындағы дәрумендер қарақат жемісіндегі дәрумендерден асып түспейді. Ондағы витаминдердің саны тек кейбір цитрус жемістерінен тұрады, ал оған қабықтың витамині ескеріледі. Құлпынайдың химиялық құрамы өте аз калориядан тұрады. Құлпынайдағы А дәрумені сонымен қатар көру органдары үшін аса қажетті зат. Құрамына кіретін фосфор мен кальций сүйек пен шеміршектің қалыпты қалыптасуына, жарақаттардың емделуіне ықпал етеді. Ендігі кезекте киви. Киви Қытайда және қиыр шығыстың басқа да елдерінде өсірілетін, сондай-ақ Францияда, Италияда, Жаңа Зеландияда жерсіндірілген өсімдік және оны ұсақ тік басқан, үлкендігі алхорыдай, қабығы күңгірт, қоңыр жеміс. Елімізге кейінгі жылдары әкелінетін болды. Бүлінбеген киви құрғақ, сырты бұжыр, қысып көргенде серпімді, хош иісті болуы керек. Хош иісті болмаса, бүлінгені, ең дұрысы сол пісіңкіремегенін алып 2 тәуліктей жетілдіріп тұтынған жақсы. Киви негізі өнім емес, оны жеміс кондитерлік дәмқосар ретінде пайдаланған тиімді. Кивидің қабығының құрамында антиоксиданттар мол. Ол асқазандағы зиянды бактериялардың көбеймеуін қадағалап, зарарсыздандыратын қасиеті бар. Алайда кивиді қабығымен жеу алдында жақсылап жуу керектігін ұмытпаңыз. Сонымен қатар киви қабығы аса сезімтал, тілді ауыртып уылдатып жіберуі мүмкін. Дәрігерлер кивиді 5 жастан кіші балаларға бермеуге кеңес береді. Зерттеу нәтижелері бойынша балаларда жұтқыншақ көмей дерматозы, тілдің ісінуі туындауы мүмкін. Сонымен қатар аллергиялық әсер беруі де ықтимал. Нәзік жандылар үшін кивидің емдік қасиеті бар. Ол шаштың ерте ағаруынан сақтап, ағзадағы артық салмақтан арылуға көмектеседі. Қыжылдан құтылу үшін де бір кивиді жеу жеткілікті. Ересек адамдарға кивиді қан қысымын және ағзадағы холестерин көлемін азайту үшін жеуге болады. Сондай-ақ кивидің құрамында иммунитетті нығайтып, ағзаны жақсартатын С дәрумені баршылық. Сонымен қатар кивидің құрамында қан ауруларын емдейтін темір молынан бар. Бет терісінің сымбаттылығын сақтау үшін де кивиді пайдаланып маскалар жасауға болады. Киви бұл тек дәмді ғана емес, сонымен қатар денсаулығымызға керек нағыз пайдалы жеміс. Бұл жеміс киви құсының құрметіне осылай аталған. Киви жемісінің отаны Қытай елі болып саналады, бірақ бүгінде жеміс әлемнің көптеген елінде өсіріледі. Кивидің 84% судан және ақуыз бен майлардан, көмірсудан тұрады. Жеміс калориясы аз болғанымен, құрамындағы микроэлементтер мен дәрумендер адам ағзасына пайдалы. Кивидағы актинидин ферменті ақуыздарды ыдыратып, қанның ұйып қалуын қалпына келтіреді. Сонымен қатар, ас қорыту жүйесіне жақсы әсер етеді. Жеміс С дәруменіне бай болғандықтан, жұқпалы індеттерге қарсы.
адам иммунитетін жақсартады. Сондай-ақ жемісті үнемі жеу холестеринді шығарып, ағзадағы жағымсыз нитраттарды бейтараптандырады. Киви жүрек қан тамырлары ауруы мен қатерлі ісік ауруларын алдын алады. Киви ағзадағы артық тұзды шығарғандықтан, бүйректе тастың қалыптасуын болдырмайды. Киви дәрумендерге өте бай тропикалық жеміс. Оның құрамындағы жасұнық, калий, кальций, магний, фосфор, мырыш, темір, марганец, антиоксиданттар мен амин қышқылдары ағзаға өте пайдалы. Кивиді жиі тұтынатын болсаңыз, ағзаға инфекцияның таралуы тежеліп, иммунды жүйе нығайып, жүрек қан тамырлары ауруын алдын алып, ағзаны қатерлі ісікпен күресуі артып, жүйке жүйесін жақсартады екен. Басқа жемістерден айырмашылығы, киви консервіленген кезде еш бұзылмайды. Сондай-ақ жеміс дәруменіне өте бай. Біле білсеңіз, кивиді жеп қана қоймай, оны косметика негізінде пайдалансаңыз да болады. Мамандар кивидің өзінен бұрын қабығының да пайдасы орасан зор екенін анықтады. Себебі кивидің қабығында антиоксиданттар өте көп кездеседі. Ол теріге натрий затын сыртқа шығаруға көмектесетін таптырмас құрал. Сондықтан киви қабығын тастап жібермей, одан маска жасап пайдалансаңыз, бетіңіздің терісі балғын күйге енеді. Осы тропикалық жемісті суықтағанда, вирусты дерт кезінде, шаршағанда, әлсіздікте, күш жоғалғанда, күйзелісте, диабет, тромбоз дерті кезінде тамақтану мәзіріне осы жемісті міндетті түрде қосқан дұрыс. Дегенмен осынша пайдасы бар кивидің зиянды тұстары да жоқ емес. Сондықтан оны пайдаланған кезде асыра сілтеп жібермеңіз. Мәселен, жеміс құрамында С дәрумені тым көп болғандықтан, аллергия беруі әбден мүмкін. Жалпы киви зиянсыз тағам, алайда аллергиясы бар адамдарға ұсынылмайды. Диетологтар кивиді аш қарынға қолдануға кеңес береді. Өйткені оның құрамында аз қорытылатын майлар мен минералдар бар. Бір кивиде С дәруменінің күнделікті қажеттілігі бар. Жидектің құрамында біздің денемізді керемет тазартатын тағамдық талшықтар бар. К витамині қанның ұюына және кальцийдің сіңуіне жауап береді. Кивидің көптеген атаулары бар. Оның отаны Қытай. Оның дәмі қарлығаға ұқсайды. Сондықтан ол 20 ғасырға дейін Қытай қарлыған деп аталды. Бірақ Қытайда оны маймыл шабдалы деп атады. Бәрі түкті тереге байланысты. Киви жидек. Үйде Қытайда кивиді императорлар жоғары бағалады. Киви бұл өте пайдалы өнім. Орташа мөлшердегі 2 киви жемісінде апельсинге қарағанда С дәрумені көп. Сонымен қатар калий көп бір бананмен бірдей. Кивиді өз денсаулығы мен сымбатына назар аударатындар жақсы бағалайды. Оның құрамында калория аз және май жоқ. Дегенмен киви ас қорыту жүйесінің қалыпты жұмыс істеу үшін қажетті талшықтарға бай. Сонымен бірге киви жүкті әйелдер үшін қажетті жеміс. Оның құрамында жатырдағы қан жасушаларын өндіруге қажетті фолий қышқылы өте көп. Көп жағдайда кивиді тым көп мөлшерде жейтін адамдарда дененің түршігуі мен аллергияның әртүрлі түрлері дамиды. Киви жемісін көп жеу ісінуге, ал кейбір жағдайларда анафилаксияға әкелуі мүмкін. Сондай-ақ, ісінуден бөлек кивиді көп мөлшерде тұтыну, демікпе, бөртпе, терінің қызаруы және ауыз қуысының шырышты қабығының тітіркенуіне әкелуі ықтимал. Кейде кивиді шамадан тыс қолдану тағамдық аллергия синдромын дамытады. Мұндай жағдайда адамның ерні, тілі мен шырышты қабаты ісініп, аузында ауырсыну және қышу сезімі пайда болады. Жемістер адамның күнделікті рационында болуы керек. Олардың құрамында әртүрлі дәрумендер,
минералдар және басқа да пайдалы компоненттер бар. Біз көбінесе түрлі жеміс-жидектер мен көкөністердің денсаулығымызға тигізер пайдасына аса мән бермей жатамыз. Олардың құрамында адам ағзасына шипасы мол, пайдалы дәрумендер жетіп артылады екен. Киви де жүрекке пайдалы жемістердің қатарына жатады. Үнемі бұл жемісті жеп тұрсаңыз, жүрек пен көз ауруы түрлеріне шалдықпайсыз. Бастысы, киви қанның ұюын болдырмайды және ұйыған қанды ерітетін қасиетке ие. Жұдырықтай ғана жасыл жеміс денсаулықтың басқа да проблемаларын пайда болуына жол бермейді. Кивидің басқа да артықшылықтарына келетін болсақ, ол іш қатудың алдын алады. Ас қорыту жүйесін жақсартады. Бұдан бөлек, суық тиюге қарсы тамаша профилактика болып табылады. Бұл оның құрамындағы В12, С және К витаминдерінің мырыш, иммундық жүйені нығайтуға көмектесетін басқа да қоректік заттардың көп болуымен байланысты. Диетологтар бір кивиді күніне 3 рет негізгі тамақтанудан жарты сағат бұрын жеуге кеңес береді. Киви денеден холестериннің кетуін жеңілдетеді. Қатерлі ісікке күдікті адамдарға аптасына кемінде 2-3 киви жеуге кеңес беріледі. Бұл экзотикалық жеміс бүйрек тастарының пайда болуына жол бермейді, сонымен қатар тұзды денеден шығаруға қабілетті. Тәтті дәміне қарамастан, киви құрамында қант аз. Сондықтан қант диабетімен ауыратын адамдарға, сондай-ақ жүкті және бала емізетін әйелдерге рұқсат етіледі. Киви С дәрумені болғандықтан, тыныс алу органдарының ауруларынан зардап шегетіндер үшін маңызды өнім болып табылады. Бұл тропикалық жеміс. Көңіл күйді жақсартуға көмектеседі. Тәбетті реттейді және ұйқыны жақсартады. Сонымен қатар, киви депрессиямен күресуде керемет көмекші болып табылады. Сүйектердің әлсіздігі мен сынғыштығынан зардап шегетін адамдарға олардың рационына киви қосылуы керек. Бұл жеміс К дәрумені мен кальцийге бай. Сүйек денсаулығына қажет минералдар. Киви анемия жағдайында қолдану ұсынылады. Өйткені жеміс гемоглобин деңгейін қалыпқа келтіреді. Киви майының құрамындағы омега-3 май қышқылдарының көп мөлшері шаш пен теріні жақсы ылғалдандырады. Май құрғақ және тылсым шаштарға жақсы. Сонымен қатар, кивиді үнемі тұтыну қан тамырларын нығайтады. Бұл құрғақ теріні емдеуге көмектеседі және қайызғақ пен экземадан арылтады. Киви мырыштың бай көзі болып табылады. Бұл зат ерлердің ұрықтануында маңызды рөл атқарады. Киви сонымен қатар спортшылардың денесіне жағымды әсер етеді. Белсенді спорт кезеңінде дұрыс тамақтануды ұйымдастыру керек. Киви құрамында калий бар. Ол судың тепе-теңдігін реттейді және бұлшық еттің қалыпты жұмысын қолдайды. Қарсы көрсеткіштерді де ескерген жөн. Асқазан ішек патологиясы бар, мысалы ойық жара, гастрит және бүйрек аурулары бар әйелдерге жеміс жеуге кеңес берілмейді. Кивиді кейбір жануарлар, мысалы маймылдар мен бұғылар жейді. Кивиді мұздатылған күйде сақтауға болады. Бұл жағдайда жеміс тілімдерде қатып қалуы керек. Бірақ оны толығымен емес. Оны істеу үшін жемістерді аршып, кішкентай сақиналарға немесе текшелерге кесіп, пластикалық пакетке немесе контейнерге салып, мұздатқышқа жіберу керек. Шырындарды жемістерден сығып алуға болады, немесе өнімді ботқа тәрізді күйге келтіріп, әр түрлі тағамдарға қосуға болады. Кивиді түнде де жеуге болады. Жеміс нервтерді тыныштандырады және ұйқының сапасын жақсартады. Жемісті жеуге ұйқыдан 1 сағат бұрын ұсынылады. Достар, бүгінгі сіздерге дайындаған жеміс-жидектер мен көкөністер тақырыбындағы пайдалы ақпаратым осымен тәмам. Денсаулықтарыңызды күтіп, жеміс-жидектерді тұтынып жүріңіздер. Видеоны соңына дейін қарап,
лайк басып, комментарий қалдырып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Жансая, менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.